Бұл видео қой союға арналады. Ассалаумағалейкум көрермендер. Алдымен қойды 4 аяғын байлап, бауыздап, қанын ағызамыз. Сосын өлгенше күтеміз, жолын кеспейміз. Одан кейін аяқты сирақтарынан ілгішке іліп, немесе жерде союға болады. Терісін ірейміз. Терісін ірегенде үстіңгі артқы аяқтарынан бастап төмен қарай артқы жағын, алдыңғы жағын, және де алдыңғы қолдар мойынға дейін терілердің барлығын кесіп шығамыз. Сосын пышақпен терін түсіріп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай тіліп бәрін дайындап алу керек. Сирақтарын кесіп тастап, пышақпен терін айналдырып түсіре бересіздер. Міне алдыңғы қолдың безін алып жатыр. Жалпы етте без деген өте жиіркенішті нәрсе. Ауызға түсіп кеткен кезде шайналу да өте жаман. Сол үшін бездің қай жерде бар екенін біліп алып тастаған жөн. Каналда қойды толық сойылған, мүшелеген видео бар. Содан қарасаңыздар болады. Бұл жалпылама көрсететін болам. Міне қолдарын кесіп аласыздар. Одан кейін екінші жақ алдыңғы қолды сонан соң өңешті мойнынан босатып алу керек. Шек қарынды алған кезде өңеш арықтан тартылып шығу үшін, әйтпесе тартқан кезде үзіліп кетіп, боғы ішіне шашыруы мүмкін. Сондықтан өздеріңіз оңай болу үшін осылай өңешті бөліп аласыздар. Өңешті және де кеңірдекті де. Міне шек қарынды осылайынан түсіресіздер. Қолмен түсірген дұрыс болады, өйткені пышақ кіргізсеңіз пышақты тесіп алып